Қалай жағдай? Жарай шүкір. Шаршаған жоқсың ба аяқпен пешком жүріп? Жоқ. Біреу айтты жаяу жүріңдер деп жазып жүрді комментарий оқыдың ба? Жаяу жүре беріңдер дейді. Жұптарың ажырамасын дейді. Шай күндері жетеді ғой. Асық атуға сөйлепті ғой біреу комментарийде. Асық ату спорт емес дейді ғой. Оның қасында кеше ләң болып отқан жоқ па чемпионат Қазақстан көрдің ба? Иә. Атыраудың баласы бірінші орын алды. Просто құрметті көрермендер, сіздер біліңіздер. Асық ату ол спорт. Неге? Себебі Астанада, қазір Астана аренада осы қыркүйекте көшпенділер ойындары болады. Көшпенділер ойындарында бәйге де бар, көкпар да бар, асық ату да бар. Ұлттық ойындардың бәрі. Сол үшін мен кеше асық ату бойынша сөйледім. Мәке деппін ғой. Жаңалық бар. Асланбек кеше операторымыз сол деген маған бүгін хабарласып айтып отыр. Братан, менде бір бизнесмен адам мені шақырып жатыр жұмысқа. Сол объем көбейіп жатыр қазір. Мен енді сендердің сериалдарыңды түсіруге көмектесе алмаймын. Сосын айтып отыр, тым ренжімесең, менің бауырым бар деді, осындай мобилограф деді. Жаңа бастап келе жатырған деді, бірақ потенциалы мықты деді, общем. Танысып қой. Нұрболат, інім, Ру Тана, Атыраудың жас мобилографы жыртады ертең бұйырса. Нұрболаттың инстаграмы болады, төмен жағында. Соған міндетті түрде подписка жасаңдар, Келіңіздер. заказ беріңдер, объемдар беріңдер, бірақ Асланбекті алып кеткенде алып кетпеңдер. Нұрболат красавчик, молодец, міне. Мықты мобилографтар шығып жатыр негізі біздің арқамыздан дейміз. Енді біз Атыраудан обзор түсіреміз. Міне қарашы қандай әдемі. Бізде парктер бар мынандай. Мынау паркты қателеспесем NCOC деген компания салып берген сияқты Атырауға. Вообще қалауым жоқ, мынау паркпен бар өте айтпақ қойын. Мынаған шамамен бір 2 миллиард теңгедей бөлінген сияқты осы парк салуға. Бөлінген бар. Мынандай әп-әдемі зәулім нелер салып қойыпты. Крышасы бар, осындай орындықтар салып қойыпты. Қолдау керек бұттыр, қолдау. Менде рухфайтинг бойынша былай медийный адамдар керек дейді ғой. Анау кім Дарабозда 60 мың подписчик бар. Анау Мапоқта 600 мың подписчик бар. Бәрі инстаграмнан айтып отырмын да. Тиктоктарын білмеймін ол. Тиктокта сенде парақша жоқ қой. Тиктокта менде парақша жоқ. Инстаграм парақшаның 190 подписчигім бар екен. 190 подписчик. Білмеймін. Енді бір ретін келтіріп бір рухфайтингке шығып. А менеджерің кім болады? Менеджерің өзің ғой енді. Өзіңе сенем ғой енді. Басқа ешкімге сенбеймін ғой. Енді бір шулату керек болып тұр, рухфайтингке шығып, бір Атыраудың несін көтеріп бір. Өзінде жалпы опыт бар ма? Жалпы енді мектеп кезде енді бокспен айналыстық қой енді. Жоқ, енді төбелестер енді мектеп кезінде дворда болды ғой, төбелесе. Любой адамда болады ғой. Фанаттармен төбелескендерім бар. Болды. Төбелестен қайтпаймыз. Атыраудың намысы үшін төбелесіп жүрдім көп. Ақтөбемен төбелестің бе? Ақтөбемен төбелестік болдық. Мен де төбелестім. Сосын Ақтөбеге балаларға барып төбелесіп келген адамбыз. Сондай бір жұмыс барысымен барып. Балаларға мына тиктоктағы көрермендерге, инстаграмдағы, ютубтағы көрермендеріміз бар ғой. Айтып бершейші сол жайлы. Қызық болар. Қай жағынан айтайын? Соңғы төбелесіңді айтып бершейші. Ой, төбелестер дейтін көп болды ғой деймін ба? Қайсы бірін айтын істейміз енді. Өздері біліп атқан болар. Қарсылас болған адамдарда ұят боқ бар енді, айтсам енді. Мынау енді бәрін жариялап отыр деп айтады ғой енді. Құрметті көрермендер, рухфайтингке шығуға енді желание берші енді. Бір өздеріңіздің қолдауларыңыз керек, көмектеріңіз керек ал. Атырауға рухфайтингтің белбеуін алып келіп жатсам, нұр үстіне нұр болмай ма? Бір қолдау жіберіңіздер. Қолдайтындар да өздеріңіз енді. Руың кім? Руым Себек Беріш болады. Беріш Себек? Мен де руым Беріш Себек қой. Екеуміз бауыр болдық қой енді. Бір қолдау жіберіңіздер. Өзіміз туған құрдаспыз. Арамыз бір ай. Беріш Себекпіз. Руласпыз дейсің. Фанатпыз екеуміз. Фанатпыз. Атыраудың намысын қорғаймыз дейсің. Енді фанат дегенде енді уже үлкенбіз ғой, жасымыз 32-де, семьямыз бар. Фанат жаны жайлап енді
ошол енді сол кою керек енді сол арга ойлойсуң енді жастар жагына жол беретін бармыз енді жастарға жол берейік, иә. Жастар да театр ғой, анау Гринволл қазір бітірді де. Гринволл деген естуің бар ғой, соның ішіндесің ғой. иә Веб-сайттың ішіндесің ғой сол. Қазір Атырауда Дельта деген құрылыпты ғой. Delta дейтін құрылып па? Дельта деген құрылыпты. Мына жастардың фанаттары екен Дельта деген. Осы алдыңғы жылы құрылыпты. Лидерлерін білмеймін кім екенін. Лидерлері әзірге таныс емес, бір жас бала. Сол Дельта деген мағынасы Атырау деген мағынаны білдіреді. Дельтаның мағынасы да. Ағылшын тіліне аударғанда. Атырау деген сонда ағылшынша аударған Дельта да. Дельта. Дельта не үшін 13-12 деген 1312 себебі олар айтады, біздің түпкі тамыр, қаламыздың түпкі тамыры негізі Сарайшық қаласы, енді ол Алтынорданың астанасы болған ғой. Иә. Үйшік деген болған. Сарайшық деген 1290 жылдары құрылса, ал Үйшік деген 1312 жылы құрылыпты. 1312 да. 1312 жылы, яғни қазір бізге өтірік айтады ғой. Өтірік емес, енді тарихпен насихаттайды ғой. Иә. Атыраудың тасын Гуриев, Назариев деген кісі қалады, ол көпец деп. Ол сол атын Гуриев деп қойды, содан бастап Атыраудың тарихы басталады дейді ғой, 1640 жылдан бастап. Бірақ оны жоққа шығаратын фактілерді ғалымдар айтыпты. Мен енді қатырып жүрген жоқпын ба? Жоқ, айта бер. Жақсы ақпарат па? Жақсы ақпарат. Көрермендерге де кішкене мағлұмат болсын деп айтып отырмын, насихаттайын деп. Сол Үйшік деген Атыраудың алғашқы осы аумағында мына Жұлдыз деген район бар ғой? Иә. Сол Жұлдыз деген районнан Үйшік деген қалашық болған. Соған қарағанда Атыраудың тарихы 400 жыл емес, шамамен 700 жылдай. 700-800 жылдай ғой шамамен. Мықты да? Қаламыздың тарихы мықты болған жақсы ғой, соны білген жақсы ғой, ұмыттырғаннан гөрі. Енді империя дейді, мысалы, Ресей импершілдігі енді өздерінің тарихын бізге навязывать етті ғой. Сендердің тарихтарың осындай деп үйретіп келді ғой, 300 жылдан бері. Содан кейін кеңес үкіметі де үйретіп келді ғой. Енді осы жолы жаңа Қазақстанның осындай ғалымдары, археологтары осыны зерттеу керек деп ойлаймын. Осыны ма? Осыны зерттеу. Қаламыздың аты Атырау. Ол енді жастар енді сондай Атырау деген атты алып отқасын, енді Дельта деген Атырау. Сол бойынша қимылдаймыз деп отыр. Солар енді саған поддержка береміз деп отыр. Сол жігіттер ме? Сол жас балалар ғой, братишкалар ғой. Інішектерін, мобилографтарымыз бар, соның бәрі жастар. Поддержка беріңдер, жақсы ғой. Поддержка берген. Бір-бірімізді қолдамасақ кімдер қолдайды. Шәке, енді қанша дегенмен хайп қуаламаймыз десек те бәрібір хайп қуалауға тура келетін болады. Онсыз болмайды деп. Онсыз болмайтын сияқты. Себебі енді мен ойлап отырмын, біз таза еңбегімізбен жинаймыз деп, мединес таза еңбегімізбен жинаймыз деп отырмыз ғой. Алайда енді жақсы қайырымдылық жасайық. Қайырымдылықтар жасайық Атырауда. Жақсы мұқтаждарға былай көмектесіп, Атыраудың мәселелерін реттеуге тырысайық. Айтып жүрміз ғой мәселелерді. Сол бойынша тырысайық. Шай берейік, мысалы, тоңып қалған жаңағы спецавтобазының қызметкерлеріне. Сондай шаралар жасайық. Бірақ ол деген показуха сияқты болып. Ол показуха ол дейді. Показуха сияқты болып. Сыртынан видео түсіріп, өзімізбен беріп, не істеп, оны интернетке жариялаған ол показуха болып. Сол үшін мен андай ойлап отырмын. Груша соғайық. Бұйырса, осы TikTok-тың көрермендері қазір қарайды ғой. Сен TikTok парақшаңды ашайын. Аш? Шоқан фанат деген парақша ашам, бұйырса, Шоқан фанат деп, сол парақшаға подписка жасаңдар. Сол подписка жасап, қолдандар, репост жасаңдар, колокольчик басыңдар. Аш, рұқсатымды бер. Инстаграм паролін бересің ма? Инстаграм паролін берейін. Инстаграмның аккаунт менікі бар. Мен жағынан рұқсат енді болса. Рұқсат қой? Полностью доверяю де. Доверяю, седеміз ғой.
Сен көмөчөдө мен кыйнап аткан чаксың го. Полностью доверяю. Енді мен де білгенді істеймін ғой сен айтқаннан кейін. Мына Акимат. Мына әп-әдемі болып тұрған Атыраудың орталық мостын түсіріп ал бүйт. Бір қарада түсіріп қайт десте. Түсіріп алсаң? Рескіңіз. Біз қайт десте. Мынау мостты тарихын айтып жіберейік. Ой, ол жақ әңгіме құрдас. Мен айтып жіберейін. Мынау мост Европа мен Азияны байланыстырып тұрған әлемдегі Әлемдегі жалғыз мост. Азиядағы ба? Атырауда ол мынандай мост бар. Жайлап былай мына жақтан бастады былай крупный планом былай. В общем, мынау мостты көптеген жаңалықтар болды. Мынау мост Европа мен Азияны байланыстырып тұрған жалғыз әлемдегі мост. Тарихы мықты. Сол. Неге біз форматты ауыстырдық? Бізге видеоны былай түсіріп жүрді ғой ұзыннан. Нұрболат келді YouTube форматына дұрыс болады деп айтып, енді YouTube форматына сәйкестендірейік, обложка жасайық деген сияқты. Өзің ақылың несін ойын айтты ма? Сол бойынша жатырмыз енді. Нұрболат енді біздің талисман болады деп ойлаймыз. Бұйырса өзі де қарайды осы YouTube'дан. Нұрболат қара обязательно. Подписка жасайды, бұйырса. Қалай түсіргеніңді қара Нұрболат. Бізде осы жолы микрофон бар, керек. Даусымыз енді бұжылдамайды. Шүкір жақсы. Сол. Енді біз қандай мақсат қойдық? Рухфайтингке шығуды қойып отырмыз. Алдағы уақытта сериалымыз 92-лерді жаңа деңгейге шығаруды қойып отырмыз. Атыраудың өмірін көтеру. Сол үшін оқырмандар, көрермендер лайк қоюға аянбаңдар. Мынандай Атырауды көрсетіп отырамыз. Атырауды сағынғандар бар болар. Лайк басыңдар, тіркеліңдер YouTube-қа. Лайк басыңдар, Instagram-ға тіркеліңдер, YouTube-қа тіркеліңдер, TikTok-қа тіркеліңдер. Қандай неміз бар, аккаунттарымыз бар, бәріне тіркеле берсеңдерші. Алматыда да, Астанада да атыраулықтар бар ғой. Олар сағынып жүр ғой. Мен өзім Алматыда оқыдым. Алматыда оқыған кезде Атырауды қатты сағынады. Қатты Атыраудың патриоты болатын еді. Бәтті бөтен қалада жүрсең сағынасың. Сондай сағынышты басу үшін ол сериал жақсы мүмкіндік та. Бұйырса. Мына Акиматты жайлап түсіріп алсам болады. Айналып түсіріп алсайшы. Былай біз Акиматты түсірді, потом бізді түсіре бер. О, молодец. Үйреніп кетсін, жайлап. Енді осымен сериалымызды Нұрболаттың несінде батарейкасында 10% қалуына байланысты аяқтайық. Мына жерде жайлап NCOC-ді жайлап түсіріп алсам болады. Осы жаңа осы керемет паркты салып берген NCOC компаниясы былай түсіріп, жақында түсірсем болады. Сон. Жақында жақында. Нормально. Баса бер. Таппады. 3-ші серия сенікі, Нұрболат. Лайк аз болса сенен көреміз. Сол. Тіркеліңіздер, поддержка беріңіздер, тіркеліңіздер. Комментарий жазыңыздар. Қай жерде түсірейік? Бүгін набережканы түсіріп жатырмыз. Ертең мүмкін привокзальны түсіреміз. Мүмкін сол нені авангард түсіреміз, да? Авангард әлі бітірген жоқпыз, түсіреміз. Конечка жақ па, не? Балықшынды түсіреміз. Дамбыны түсіреміз. Дамбы, қара депо, ақ депо. Сол қола. Қара депо, ақ депо, бәріне өреміз. Импасиол. Бізге спонсор табылатын болса, артқа құлақ қолма. Қалып қолма. Спонсорды насихаттаймыз. Бір бұйырса бір компания тауық болады деп отырмыз, да? Бұйырса, Алла бұйырса. NCOC тауық болса жақсы болар еді, да? Сол. Жақсы, құрметті көрермендер. Рахмет. Осымен біздің съемкамыз бүгінге тәмам.